Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазіргі кезде хит болып жатқан восточный корзина пирогын дайындайтын боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Пирогты дайындау үшін ең алдымен қамырын жасап аламыз. Бір жұмыртқаға қантты қосып, қант ерігенше араластырып аламыз. Үстіне сары май және разрыхитель ұнды қосып, үгілмелі қамыр жасаймыз. Қамырды қолымызбен илеп аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Дайын болған қамырды пакетке салып 30 минуттай тындырып қоямыз. Одан кейін осылай орехті, мейізді майдалап аламыз. Бұл жерде тағы сары өрік, грек жаңғағы және әртүрлі жаңғақтарды қосуға болады. Қамырды алып оқтаумен жайып аламыз. Жайылған қамырдың жұқалығы 5-6 мм болуы керек. Қатты қалың қылып жаюдың қажеті жоқ. Формаға май жағып, қамырды салып, шетін әдемілеп түзулейміз. Осылай қолымызбен түзулеп аламыз және артық қамырлар болса алып тастаймыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесіп қоямыз. Үстіне орех пен мейізді салып, сгущенканы бір тегіс етіп құйып шығамыз. 180 градуста 25 минут уақыт шамасында пісіріп аламыз. Құрамына қажетті заттардың толық құрамын видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қойдым. Міне пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Видеоны аса лайк басып, және маған кері байланыс білдіріп, пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар.